Ассаламу алейкум достар. Бүгін біз сіздермен тез дайын болатын осындай шоколадпен пирожный жасайтын боламыз. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Пирожныйдың рецептін видеоның описаниесінде қалдыратын боламын. Ең алдымен біз жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды қосып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырғанда, миксермен осылай көтергенде із қалу керек, көпке дейін кетпейтіндей сөзде жақсы араластырылды деген сөз. Содан кейін ұнымызбен разрыхителімізді қосып, ситадан өткізіп, осылай тағы миксермен бір айналдырып аламыз. Міне бізде масса дайын болды. Енді осы массаны барлық духовкада болатын, енді стандарт противенге астына пергамент төсейсіздер. Осылай құйып жаясыздар. Енді осыны 180 градусқа 15-20 минутқа духовкаға жібереміз. Біздің бисквитіміз дайын болды. Енді бисквит суығанша крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге творожный сырды алдымен сахарный пудрамен араластырып, жақсылап миксерлеп алу керек. Яғни екеуі бірігіп масса болғанша жақсылап миксерлейсіз. Міне осылай жақсылап миксерлеп болғаннан кейін холодильниктен алып, яғни мұздай сливки болу керек, соны үстіне қосып, жақсылап тағы бір миксерлейміз. Яғни өзінің формасын ұстайтындай крем жасаймыз. Креміміз дайын болды. Енді бисквитіміз суыды. Енді осыны формаға алып, осылай екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Сізде формочка болмаса, пышақпен бөлсеңіз де болады. Екі бөлікке бөліп алдым. Енді осыны осы формада жинайтын боламын. Міне осылай формаға бисквитімізді салып, пропиткаға кез келген сиропты алсаңыздар болады. Менде бұл жерде смородинамен қантты бір кішкене қайнатып сироп жасап алдым. Содан кейін үстіне осылай кремімізді жағатын боламыз. Пропитка бізге пирожныйымыздың жұмсақ, дәмді болып шығуы үшін қажет болады. Сондықтан міндетті түрде пропитка жасаңыздар. Міне енді бізде екінші слойда дәл осылай пропитка, крем жақсылап жағып, кішкене сіңуі үшін бетін жауып, пищевой пленка болмаса салафанмен бетін жауып, холодильникке қалдырасыздар. Мен холодильникке 5 сағаттай қойдым. Содан кейін алып, үстіне шоколадты ерітіп, пирожныйдың үстіне құйдым. Шоколад құйғаннан кейін 10-15 минутқа тағы шоколад қату үшін холодильникте ұстадым. Енді міне біздің пирожныйымыз дайын болды. Өте жұмсақ, сливочный крем және шоколадпен дәмі енді өте дәмді болып шықты. Содан кейін өз қалауларыңызша кесіп, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Осындай пирожный дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Егер рецепт ұнаса, қазақша каналдың дамуына өз қолдауларыңызды білдіріп, лайк басып, мені тіркелуді ұмытпаңыздар.